Баршаңызға сәлем достар, мен сіздермен Құралай. Мен сіздерге бүгін есігімнің алдында өсіп тұрған, самсып, пісіп тұрған малинаны теріп алып, сіздерге малина нежный тортын ұсынғым келіп отыр. Малинамды жуып, тазалап алып, бөлек ыдысқа салып қойып қойдымдағыны осындай торт істеуге кірісіп кеттім. Дәмі деген керемет болып шығады. Нежный торттың түрі. Керек заттың бәрін описание бөліміне қалдырдым толықтай. 3 дана жұмыртқамызды алып, шекерімізді үстінен саламыздағыны араластырамыз, жақсылап миксерлеп. Достар, менің арнама тіркеліп, маған қолдау көрсетуді ұмытып кетпеңіздер. Осылай миксерлеп алып, жақсылап бөлме температурасындағы айранымызды қосамыздағыны, қопыстықшымыз 1 қасық разрыхлительді салып, жақсылап араластырамыз. Араластырып, жақсылап май құймаймыз. Бұл коржиктің жақсы бір түрі, майсыз дайындалады. Електен өткізілген ұнымызды салып, жақсылап миксерлейміз. Дайын тапамызды, ыдысымызды осылай жақсылап сливочный май жағып, 180 градуста ысып қызып тұрған пешімізге салып, ары қарай коржигіміз дайын болғанша кремімізге кірісеміз. Крем менде қаймақты крем. Қаймақты алып, қаймаққа дүкенде арнайы сатылады. Сливочный загуститель сатылады. Порошогын алып қостымдағыны. Сгущенка жарты банкасын құйдым. Дайын болған коржигімізді алып, шет жағасын ұнтақтаймыз. Маған сепкенге қажет болады. Осылай кесіп алдым. 3 бөлікке бөлдім мен. Дайын болған кремімізді осылай слой-слоймен 3 кезегімен жағып шығамыз. Бірінші кезегін осылай жағып шықтымдағыны үстінен малинаны салдым. Малинаны молдау қылып салып атырмын, өйткені торттың өзінің аты айтып тұрғандай, торт с малиной, малинамен жасалған торт. Өте нәзік болып шығады, қазірдің өзінде қандай керемет болып тұр. Барлық кремімізді осылай жағып шығып, ең үстіңгі бөлігіне барынша молдау қылып, малинамызды ортасынан әсемдеп қоямыз. Шет жағасын кремімізді сүртіп, жағып шығамыздағыны майдалап күштен өткізілген осындай коржигіміздің жаппасын жауып шығамыз. Шет жағасын әсемдеп осылай. Мінекей, небәрі 1-30 минут уақыттарыңыз кетеді. Қонақ келген жағдайда осылай дастарханға ұсына салғанға көзге ерекше көрінетін нәзік торттың бірегейі торт с малиной. Дәмі деген керемет болып шығады. Мен сіздерге бір кусогын кесіп көрсеттім. Разрездің өзі қандай әдемі болып шығады. Үлпілдеп, сондай ауызға салғанда ери кететіндей дәмі деген керемет болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте көзге тартымды торттың бірі. Осылай шайға ұсынасыздар. Өте әдемі болып шығады. Осылай жасап көріңіздер, баршаңызға ас болсын.